бүгінгі тақырып баланың алақаны былай жұмып тұрады ғой, соны қалай ашуға болады, сол жайында көрсетіп өтейін. Мысалы, основной ол қырқына толған 2 айлық балдарда болады да. Қырқына толмаған 2 айлық балдарда бала қолын тырысып жұмып алады. Кәдім күшін келмейді. Соны міне баланы осы алақан жұмып тұрады ғой. Бір қолыңызбен ұстайсыз, май жағып аласыз обязательно қолыңызға. Сосын міне алақанын ашып тұрасыз да. Міне көрдіңіз ғой? Алақанын ашып тұрып осылай. Әбден уқалайсыз. Күніне осылай 2 рет қайталасаңыз, баланың алақаны жай ашылады. Баланың қолында нервтер болады ғой. Сол нерв тарайды бүйтіп. Полный тарайды. Нервтің бәрі бір жерде жиналып тұр да, содан кейін бала қысып тұрады. Соны нервті сіз таратуыңыз керек, алақанын уқалап. Ал бірінші алақанын уқалап аласыз, сосын әр саусағын бөлек уқалайсыз. Да? Вот міне. Бірінші алақанын уқалап аласыз, сосын саусақтарын уқалайсыз. Күнде 2 мезгіл уқалайсыз, 5 күнде ашылады. Күнде 2 мезгіл уқаласаңыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне осылай жұмып тұрады ғой, сондай сол. 2 айлық, 2 айға дейін основной балдарда болады. Солай сәттілік.